Бүгін сіздерге адамның үш түрі жайлы айтпақшымын. Адамның үш түрі әңгіме. Үнді патшасына көрші мемлекеттен бір-бірінен айнымайтын алтын мүсіндер сыйға тартылады. Түсіндірме хатта әрбір мүсіннің бағасы, мазмұны түрліше екені айтылады. Патша сарай маңайындағыларға мүсіндердің айырмашылығы неде екенін табуды тапсырады. Қызметшілер олардың салмағын, ұзындығын өлшейді, алтынның сапасын тексереді, бірақ ешқандай айырмашылық таппайды. Жұрттың бәрі де мүсіндерден еш айырмашылық таба алмағасын қолдарын сілтейді. Бір ақылды уәзір ғана берілмейді. Ол мүсіндердің біреуінің құлағынан кішкене саңылау тауып, оған алтын жіп өткізгенде көргені мынау еді. Бірінші мүсінде жіп келесі құлағынан шығады, екіншісінде аузынан, үшіншісінде кіндігінен шығады екен. Кішкене ойланған уәзір: ұлы мәртебелім, меніңше жұмбақтың шешуі табылды дейді. Бірінші мүсін естігені бір құлағынан кіріп, келесі құлағынан шығып кететін адамды еске түсіреді. Екіншісі естіген жаңалығын тездетіп ойланбастан басқаларға жеткізуге ұмтылатын адамды көрсетеді. Үшіншісі естігенін жүрегінен өткізіп барып ішіне сақтай алатын адам деген екен. Ең бағалысы да осы дейді. Әңгіме ұнаған болса, лүпіл қалдырып пікір жаза кетіңіз. Қандай адам бағалы адам сіздің ойыңызша?